Арма қазақ елі. Мен 5-ші А сынып оқушысы Мырзакелдіқызы Риза, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне орай. Мен репортермін сырттай байқауының аудандық кезеңіне дайындаған бейне материалымды бастаймын. 1991 жыл, 16 желтоқсан. Бұл күн халқымыздың асыл арманы орындалған күн. Тәуелсіздік елім деп соққан әрбір қазақ азаматы үшін айрықша ұғым. Осы атаулы күнге дейін ата-бабаларымыз көптеген қиыншылықтарды бастан кешірді. Жерімізді, елімізді жоңғар шапқыншыларынан қорғады. Ұлы Отан соғысының ауыртпалықтарын көрді. Семей полигонының ядролық сынақтары секілді сынағы көп кезеңнен сүрінбей өтіп, мәртебесі биік, тұғыры берік, мерейлі мемлекетке айналды. Осылайша біз тарихтың жаңа бетін аштық. Ана тіліміз, салт дәстүріміз, дініміз бен мәдениетіміз қайта оралды. Төл теңгеміз қалыптасты. Дей тұрғанмен, біз тарихымызды қаншалықты білеміз, тәуелсіздік жылдарынан қаншалықты хабарымыз бар деген сан сұраққа жауап алу мақсатында мектеп оқушылары мен ұстаздар арасында "Сіз өз тәуелсіздігіңізді білесіз бе?" атты шағын сауалнамаға кезек берелік. Қазақстан тәуелсіздігін қашан алды? 16 желтоқсан 1991 жылда. Ұлттық валюта күні қашан? 15 ноября 93 года. Тұңғыш президентіміз кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазіргі ата заң қай жылы қабылданды? Қазіргі ата заң 30 тамыз 1995 жылда енгізілді. Ата заң қай жылы қабылданды? 1993 жылы. Отан туралы бір мақал есіңізде бар ма? Отан үшін қатысты кемесі. Қазақ халқы тәуелсіздігін қашан алды? 1991 жыл 16 желтоқсан. Мемлекеттік рәміздерді атаңыз. Елтаңба, ту, гимн. Еркіндігім қасиетті қастерлім. Өзің барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сені келбетіңді арман қып, Оданында бұғауландық басқа елдің. бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердім. Еркіндік қош келді! Тәуелсіздік еш нәрсемен салыстыруға келмейтін ұлы нығмет. Басында бостандығы бар ел ғана жарқын өмір сүре алмақ. Тәуелсіздіктің беріктігін сақтау келешек ұрпақтың біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын ағайын. Сіздермен бірге болған 5-ші А сынып оқушысы Мырзакелдіқызы Риза. Көріскенше күн жақсы болсын. Тәуелсіздік күні құтты болсын.